250 салық есептілігі нысаны бойынша өзгерту әдісімен салық есептілігін кері қайтарып алу үшін е-салық азамат мобильді қосымшасының көмегімен келесі әрекеттерді орындау қажет. Мобильді қосымшаға өтіңіз, ыңғайлы әдіспен тіркеуден өтіңіз. Бірақ өтінішке қол қою тек eGov Mobile немесе электрондық цифрлық қолтаңба көмегімен жүзеге асырылатынын атап өткен жөн. Әрі қарай мәзірді ашыңыз. Декларация тапсыру бөлімін таңдаңыз. Е-салық азамат арқылы жіберілген салық есептілігінің нысандарын қарау. Қажет нысанды таңдаңыз. Біздің жағдайда 250 нысаны. Нысандар журналы ашылады. Өзгерту енгізу қажет декларацияны таңдаңыз. Хабарламаны ашып көру арқылы тексеруге болады. Бұл жағдайда салық кезеңі дұрыс көрсетілмеген. 2024 жылды көрсету қажет болған уақытта 2023 жыл көрсетілген. Таңдалған декларацияның дұрыстығын тексеріп, хабарламаны жабыңыз. Әрі қарай нысанды кері қайтару. Жалпы ақпарат ашылады және төменгі жағында өзгерту әдісімен кері қайтарып алу туралы ақпаратты көрсету көк ұяшығы көрінеді. Біздің жағдайда салық кезеңі. Өзгерту енгізу қажет жыл бұрынғы мазмұны 2023, жаңа мазмұны 2024. Жіберуді таңдаңыз. Салық өтінішінің алдын ала нысаны көрсетіледі. Егер дұрыс толтырылса, қол қою және жіберу. Біздің жағдайда eGov Mobile көмегімен қол қою.